Сауд Арабиясы шейх Нимр ал-Нимрді өлім жазасына тартқандан кейін Тегеранда ирандықтар наразылық білдіріп шығышты. Арабия діни алымды террорчылыққа айыптаса, Иран аны бейгүнөө құрмандық деп есептейді. Түнде қыжырданған топ Сауд Арабиясының Ирандағы елшілігіне чабуыл қойып, Сауд королының сүретін өрттешті. Ирандың рухи лидері бейгүнөө адамдың қанын төккені үшін Арабияның билігі өч алуға туш болушы мүмкін деп ескертті. Сауд Арабиясы бұға дипломатиялық алақаны тоқтату арқылы жооп қайтарды. Өлкөнүн Әділет министрлігі имам қылмыш қылғаны үшін жазалғанын BBC-ге білдірді. Әділеттік үшін жазалоо керек болчу. Бұл қылмыштардан арғыл улуттағы бейгүнөө адамдар азап чекті. Мындайды ешкім кабылдабайт, деді министрліктің басма сөз өкілі. Ирандан тышкы иштер министрлиги болсо Сауд Арабиясынын саясаты аймактын баш оорусуна айланганын айтты. Дүйнө Сауд Арабиясынын аймакта чыңалуу жана чатакты тутандырышына жол бербейт деп ойлойм. Мындай жагдай аймакта гана эмес, дүйнөдө да туруксуздукка жол ачып жатат. Шейхтин өлүмү бүтүндө жакынкы чыгышта нааразылык жаратат деген жоромол бар. Иран менен Сауд Арабиясы Сирияда эки башка тарапты колдойт. Бұл эки өлкө шииттер жана сунниттердин үстөмдүгү үчүн да атаандашып, Йемендеги согушка да кийлигишип жатат. Бұл шииттер менен сунниттердин ортосунда ажырым күчөгөн Бахрейндеги демонстрация. АКШ тараптарды сабырдуулукка чакырды, бирок аны бирөө жарымы каары белгисиз.